Сәлем, біз Норвегияда тұратын қазақ отбасымыз. Және бүгін өз влогымызда желіде аты шулы болып жатқан Жалпақталдағы Эйфель мұнарасы маңында өрбейді. Орал қаласынан шыққан мен үшін бұл жай ғана жаңалық емес, бұл мақтаныш. Бірақ маған бұл мұнара басқаша еске түседі. Өйткені біздің томирисіміз болмаса, біз мұны ешқашан осылай сезінбес едік. 2014 жыл біз сол кезде Англияда Кембридж қаласында тұрдық. Жолдасым Норвегияға жұмысқа баратын болды. Виза керек. Лондондағы француз елшілігі Шенген визасын ең тез жасатып береді екен. Жасаттық, бірақ бір шарты бар. Міндетті түрде Францияға алдымен кіріп шығуымыз керек. Бізге бұл мәселе емес еді. Парижге баратын болып шештік. Парижге екінші рет баратынбыз. Эйфель мұнарасы бізге таныс, бірақ сол сапар мүлдем басқаша болып шықты. Ваши ощущения? Через что вы сегодня прошли? Ваш сегодняшний эксперимент. Лучше не спрашивай. Кембридж қаласынан Лондон әуежайына дейін автобуспен баруды шештік. Кембридж-Лондон арасындағы жол жылан секілді иірілген тар жол. Автобус былай да былай шайқалды. Бір мезетте өзімді біртүрлі сезіне бастадым да басталды. Бір мәрте құстым, екі мәрте. Жолдасым жанымда отыр. Мұндайды күтпеген біз қолымызға түскен мойнымдағы жазғы мойын шәлімді ұстап үлгерді. Мен өлердей боп терезеге сүйендім. Ойладым, жолды көтере алмаған шығармын деп. Жолдасым болса таңертеңгі қуырылған жұмыртқадан көріп жатты. Бір мезгіл менің құсқанымды көрген жолдасым, ол менімен қосылып құса бастады. Осылайша әуежайға жеткенше екеуміз ана автобустың ішінің быт-шытын шығардық. Әуежайға жеттік, ұштық, Парижге қондық. Эйфель мұнарасын екінші рет көрдім. Таныс, бірақ сол бір ғажайып сезім. Сол сәтте де ішім біртүрлі сезінді. Аздап бөлек. Не екенін білмедім, үйге қайттық. Күндер өтті. Мамамның нұсқаулығы бойынша тест сатып алып қараған едім. Сол мезетте бәрі түсінікті болды. Мен бала көтергенімді білдім. Үйленгеннен кейін 3 жыл бойы асыға күттік. Автобустағы жүрек айну бәрі сол себептен екен. Сол қызымыз бүгін 11 жастағы томирисіміз. Қызымыз томирис осылай туылмай тұрып Парижге дейін жеткен. Эйфель мұнарасын анасымен бірге сезінді. Ал қазір сол Эйфельді іздеп Парижге барудың қажеті жоқ. Өйткені ол мұнара енді бізде бар. Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал ауылында ынтымақ мұнарасы бой көтерді. Орал Жалпақтал тіке жолымен бір рахат сапармен жетесіз. Сізде де осындай ұмытылмас сәттер болған болса, пікірге жаза кетіңіз. Және бұл видеоны жолдасыңызға, досыңызға жіберіңіз. Олар да таңданады.